Ауыр жүкті бөлісу парыз. Түркияда жер сілкінісінен зардап шеккендерге қол ұшын созып жатқандар көп. Күні кеше Жетісу облысының Көксу ауданынан түрік ағайындарға 34 киіз үй жіберілді. Қазақ үй жасауды кәсібіне айналдырған Мұқыр ауылының тұрғыны қысқа уақыт ішінде металл құрылғылардан жиналмалы тұрғын жайлар әзірлеп берген. Толығырақ тілші тарқатады. Мұқыр ауылының тұрғыны Жарқын Қайса металдан киіз үй жасауды біраздан бері кәсібіне айналдырған. Бірнеше цехы бар кәсіпкер 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Қазір жұмысшылардың бар күш-жүгері қазақтың ақ үйін жасауға жұмсалып жатыр. Өйткені Түркиядағы зілзаладан кейін жиналмалы тұрғын жайға деген сұраныс артқан. Жағдайға бейжай қарамайтын жомарт жандардан түсіп жатқан тапсырыс көп екен. Соңғы 2 аптаның ішінде бауырлас елге 34 қазақ үй жасалып жөнелтіліпті. Өзім біртүрлі жүрегімнен елжіредім. Өйткені біздің бұрын ата-бабамыз қазаққа пана болған осы шаңырақ, туысқан ұлт, мына түріктердің баспанасы қалған осы туысқан ұлттарға да бар баспана болып жатқанына ерекше өзім жүрегімнен қуандым. Бір кісілік үлесімді қосқан ұқсап өзім. Негізінен бір азаматтық борышым мойнымнан түскен ұқсап сондай сезімді. Бір 70-80 үй жасап шығару ойға алып отырмыз. Мына тігін цехында қазір жұмыс қызу. Осында еңбек ететін 12 адам киіз үйдің іші сыртына керек жабындарды тігеді. Шаңырақ бөлігін су өткізбейтін қалың кенеппен, ал керегелерін киізбен қаптайды. Мұндай төзімді мықты материалдар панасыз қалғандардың кәдесіне ұзақ уақыт жарайды. Мына жерде күннің суығына қарамай әйелдер тоңса да, енді соларға бір жүрегімізден жылулық сезімменен жылулық сыйлап, осы қазақ үйіміз баспана болғай деп тігіп жатырмыз. Су өтпейді, қыста жылы, қолымызбенен тігіп, машиналарменен тігіп, әзір сол істерге дайындап беруге өте қызғынды тігіп жатыр қыздар. Толық жасалып біткен 6 қанатты ақ үйдің салмағы әрі кетсе 150 келі болады. Сондықтан киіз үйді бір адамның өзі құрастырып, әрі бері көшіре алады. Наскен Еркін, Эльвира Лекерова, Абзал Нүсіпов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысы.